Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен фосфор қышқылы және оның тұздары атты сабақта бастайтын боламыз. Фосфор қышқылы жалпы ең маңызды қосылыстардың бірі. Бұл түссіз, иіссіз, кристалды немесе қою сұйық зат. Фосфор қышқылы ауыл шаруашылығында, тыңайтқыштар өндіруде, тамақ өнеркәсібінде және химия өндірісінде кең қолданылады. Оның тұздарын фосфаттар деп атайды. Жалпы кеңістікте осы фосфор қышқылының орналасуына келетін болсақ, тетраэдр құрылымға ие, яғни бұл жерде суретте берілгендей, өздеріңіз қарасаңыздар, молекуланың құрамында, яғни ортасында фосфор атомы бар және оны 4 оттек атомы қоршап тұрады, және осы 3 оттек атомына 3 сутек атомы байланысқан. Жалпы формуласы H3PO4. Енді ашылу тарихына келетін болсақ, фосфорды 1669 жылы Henning Brand ашқан болатын. Кейін химия ғылымының дамуына үлес қосқан Антони Лавуазье фосфор қосылыстарын зерттеген. Фосфор қышқылы табиғатта бос күйінде сирек кездеседі, ол көбінесе минералдардың құрамында болады. Апатит, фосфориттің құрамында кездеседі. Осыдан фосфаттар алынады. Өнеркәсіпте фосфор қышқылын фосфор оксидіне сумен әрекеттесу арқылы алынады. Бұл жерде реакция теңдеуі берілген, яғни фосфор 5 оксидіне су қосқан кезде фосфор қышқылы түзіледі. Химиялық, яғни оның физикалық қасиетіне келетін болсақ, фосфор қышқылы түссіз кристалл немесе сұйықтық, иіссіз, суда жақсы ериді, орташа күшті қышқыл. Химиялық қасиетіне келетін болсақ, ол негіздермен әрекеттесіп, тұз және су түзеді, яғни натрий фосфатын түзеді. Бұл жерде реакция теңдеуді мысал ретінде қарастыратын болсақ, сонымен қатар металдармен әрекеттеседі, және де оксидтермен де әрекеттесіп фосфаттар түзеді. Жалпы осы фосфор қышқылының тұздарын фосфаттар деп атайды. Оған мысалы ретінде натрий фосфатын, кальций фосфатын және калий фосфатын жатқызсақ болады. Формуласын кестеден қарап көрсеңіздер болады. Және де ол ауыл шаруашылығында минералдық тыңайтқыштар ретінде қолданылады. Суперфосфат, яғни бұл қосылысы тыңайтқыш ретінде қолданылады. Және тағам қоспасында қолданылады. Металларды тазартуда да фосфор қышқылы қолданылады. Енді оның қызықты мәліметтер, жалпы фосфор қышқылы туралы қызықты мәліметтерге келетін болсақ, фосфор қышқылы газдалған сусынның құрамында болады. Фосфаттар тірі организмдер үшін өте маңызды, сұйық құрамында кальций фосфаты бар. Осы фосфор қышқылымен зертханада жұмыс жасаған кезде өте абай болу керек, қорғаныс қолғаптарын қолдану керек, көзілдірік кию керек және теріге тигізбеу қажет. Фосфор қышқылы болашақта маңызды рөл атқарады. Тыңайтқыш өндіріс кәсібінде, биохимияда және медицинада қолданылады. Бүгінгі сабақ туралы сұрақтарыңыз болса, төменде жазып өтіңіздер, және сілтемеде берілген тест пен тапсырмаларды орындауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.